Бүгінгі видео сабақта біз сіздермен бірге корсетті тігетін боламыз. Ол үшін ең алдымен вытечканы осылай лекаладан түсіріп сызып аламыз. Астарға да негізгі бөлікке де артқы жағында осылай сызып түсіріп алдым бірдей етіп. Енді осыны тігіп аламыз. Ең бірінші вытечкаларды тігуден бастаймыз. Екі жағын қараймыз, сызықтар бір-біріне сәйкес келіп тұр ма? Сызықтарын ортасын бір-біріне сәйкестендіреміз. Закрепка беріп тігеміз. Етек жақ бөлігінде дәл осылай енді тікесінен ұстап отырып соңына дейін тігіп аламыз. Тура көкірек ұшына келген кезде 0,1 мм тігіс жүргізіп кетеміз. Екінші жағында дәл осылай тігеміз. Міне дәл осылай теңестіріп алып соңына дейін осы вытечканы жақсылап тігіп шығамыз. Закрепка беруді ұмытпаймыз. Әр тігістен кейін қараңыздар, уже алдыңғы формамыздың вытечкасы дайын. Енді аста жақ бетінде дәл солай тігіп аламыз. Артқы бөліктің вытечкасында осылай тігіп шығамыз. Екі шеттегі сызықтарды бір-бірімен сәйкестендіріп аламыз. Міне осылайынан соңына дейін тігіс жүргізіп тігіп шығамыз. Закрепка беруді ұмытпаймыз әр тігісте. Астар жақ бетінде дәл осылай тігіп шығамыз. Міне тіккеннен кейін осылай болып шығады. Енді астарында дәл осылай тігіп аламыз. Қараңыздар, оң бетін қоямыз, астар жақтың өзінің. Қоңыр түсі деп айтсам да болады, өйткені бұл екінші жағын кие беруге де болатын корсет шығады. Міне оң беттерін беттестіреміз де осы шетіне тігіс түсіреміз. Екінші жағында солай беттестіріп аламыз. Оюлы матамызды да дәл сол секілді беттестіріп теңестіріп шығамыз. Енді жиектерін бізде тігіс сантиметріне 1 сантиметр берілген, сол 1 сантиметр ара қашықтықта тігіп шығамыз. Міне оюлы матаны да дәл солай тігіп аламыз. Тігіп болғаннан кейін енді екі матаның оң бетін бір-біріне беттестіруіміз қажет. Міне тура осылай әр тігісі бір-біріне сәйкес болғанын қадағалаңыздар. Жиегінен тағы да 1 сантиметрге тігіп шығамыз. Бұл артқы бойда корсет тігілетін екі орталық болады. Егерде сіз ілгек тігетін болсаңыз, дәл осы орталыққа ілгектерді орналастырып алып, содан кейін барып тіксеңіз болады. Енді оң бетіне аударамыз. Міне әрбір тігістері бір-біріне сәйкес келеді. Мынау оң жақ беті, ою жақ беті. Енді жиегінің барлығын айналдыра бейка тігетін боламыз. Бака бұл емес, бауына бірінші бейканы тігіп алғым келіп тұр. Жіпті қара жіпке сабақтап алдым специально, өйткені осы бейканы тігетін болғандықтан. Екі бау болғандықтан оң жақ беттері мен теріс жақ беттерін осылай бір-біріне беттестіріп, алдымен сәйкестендіріп қойып аламыз. Енді екіншісін тігіп шығу үшін бірден тігіп шықсақ та болады, бірақ бауымыздың айналып кетпес үшін, екі жақ бірдей болып шығу үшін ең алдыменен инелермен қыстырып алғанымыз жөн. Осылайынан әр жерінен инемен қыстырып шығамыз. Енді соның жиегін айналдыра бейкамен тігеміз. Новичоктарға ескерту, бірінші қолмен көктеп тігіп алыңыздар. Содан кейін барып машинамен тіксеңіздер оңай болады. Ал егер бұрыннан тігіп жүрген болсаңыз, онда бірден бейкаға тіге беруге болады. Мен қазір көктеп отпаймын, бірден машинамен айналдырып тігетін болам. Ал кеттік. Дәл осы ортасынан бастаймыз. Жоғар жағынан емес, себебі айналатын жеріне келген кезде аккуратны шығу үшін иықтың ортасынан бастаймыз. Және бұл тігіс иықтың үстіңгі жағында қалып кетеді. Астыңғы жағын осылай ұстасаңыздар, бейка өзі білініп тұрады қолға. Соған үстін теңестіріп отырып тіксеңіздер, екі шеті бірдей болып шығады. Бейканың
Ең бірден бір тігу ерекшелігі осы. Астыңғы жаққа үстіңгі жақты сәйкестендіріп отырып, асықпай тігеміз. Міне сол кезде осылай екі жақ беті бірдей болып шығады. Доға болған мынау жиектеріне киген кезде бір-екі ғана машинаның инесін айналдырып отырып тіксек, өте аккуратны шығады. Ал егер олай тікпейтін болсаңыз, астыңғы жағы жиырылып қалып, ілінбей қалу жағдайлары болады. Осы тігіп отқанның өзінде менде бір жақ беттегі бауда сондай қателіктер болды. Міне осылай асықпай отырып, біртіндеп отырып тіксек, барлық жағда аккуратны шығады. Барынша тігістеріңіздің сапалы болуына мән беріңіздер. Сол кезде жұмыстарыңыз әдемі болып көрінетін болады. Міне доға жағында айналып өттік. Енді қалған жағының барлығын дәл осы тіккеніміз секілді айналдыра тігіп шығамыз. Міне осылай. Міне осылайынан тігеміз. Ең соңында бекітетін жеріне мән беріңіздер. Беканы үш жақ бетіне қарай қайырып, астыңғы жағында, үстіңгі жағында теңестіріп отырып, осылай қайырып, үстінен бастырып тігеміз. Егер бұл жері сізде дұрыс шықпай жатса, сөгіп қайтадан көктеп алып, содан кейін барып машинамен тіксеңіз болады. Міне осындай болып шықты, қараңыздар. Енді екіншісінде дәл осылай жасаймыз. Міне екеуінде жасап алдым. Енді корсеттің өзін айналдыра тігуге кірісейік. Менде бейкам толық жетпейтін болғандықтан, қараңыздар, толық жетпей қалды. 3 метр алған болатынмын, 44 размерге сол жетпей қалды. Сондықтан астыңғы жағын толығымен машинамен жай ғана қайтарып шығып, тек үстіңгі жақ бетіне ғана бейка тігіп шығатын болдым. Тігістерді бір-біріне сәйкестендіреміз. Ортада ашылатын тігістерді ашып тігіп кетеміз. Выточкаларды бір жақ бетіне қаратып тігіңіздер. Қазір тесік жасаған кезде сонда оңайырақ болады. Толық тігіп алғаннан кейін бұрыштарын кесіп алып тастаймыз. Ортасындағы артық тұрған жерлерді де кесіп алып тастаймыз. Міне бұрышында тағы да кесіп алып тастадық. Енді бір нәрсе, доға болып тұрған жерлердің барлығына арасын 1 сантиметр, 1,5 сантиметр ары қашықтан тігіске 0,1-0,2 мм жеткізбей осылай қырқып шығамыз. Толығымен осылай айналдыра қырқып шығамыз. Бұрыштарын жақсылап шығарып, қаласаңыз бірінші толығымен өтіктеп алыңыздар, содан кейін барып бейка тігуге отырыңыздар. Сол кезде екі жақ бетінің формасы бірдей болып шығады. Ал мен қазір ең соңынан үтіктейтін болғандықтан осылай астыңғы жағының барлығын толығымен теңестіріп алып, үстіңгі жақтарын инемен қыстырып шығамын. Міне тігістерді барлығын бір-біріне сәйкестендіріп отырып, жоғарғы жағына осылай инемен теңестіріп шығамын. Сонда екі беті де бірдей болады. Егер бұндай жағдайды жасамайтын болсаңыздар, астар беті үлкен болып кетуі мүмкін, немесе узор түскен жақ беті үлкендеу болып қалуы мүмкін. Егер пішу барысында шамалы екеуінде екі түрлі жағдайлар болса,
бір жағы үлкендеу болып кетіп, немесе тіккен кезде бір жағын үлкендеу қалдырып кетсеңіз деген секілді. Толығымен осылай теңестіріп алғаннан кейін бейкамен тігу жұмыстарымызды бастаймыз. Енді тағы бір сәйкестендіретін нәрсе, ол мынау шетін сәйкестендіреміз. Екі шеті қараңыздар бір-біріне тең сәйкес болу қажет. Қазір бұл жерге бау жасаған кезде екі жағы көрініп тұрады. Егер тең емес болса, артық болып тұрған жағын кесіп алып тастап, содан кейін барып бейкамен тігуге кірісеміз. Бейканы бастаған кезде де ең бірінші ұш жағын осылай қайырамыз. Екі бетін бірдей етіп теңестіріп қоямыз. Және солай тігісті бастаймыз. Закрепка беріп алып, одан кейін ары қарай жаңа бауды тіккеніміз секілді бейканы да астыңғы жағы мен үстіңгі жағының бейкаларын бір-біріне теңестіріп отырып тігеміз. Міне. Бір-біріне осылай теңестіріп соңына дейін тігіп шығамыз. Көкіректің дәл ортасына келген кезде асықпай аккуратно тігуге тырысыңыздар. Тура ортасына үшкір жеріне дейін тігіп, дәл ортасынан бастап қайтадан жоғары қарай шығамыз. Сонда бейкамыз аккуратны болып шығады. Ал егер бейка тіккен кезде сізде қиыншылық болып жатса, дәл осы жоғарғы жағын жай ғана тіке етіп алып кетсеңіз де болады. Міне осылай асықпай отырып тігеміз. Көкіректің үстіңгі жағын тігіп жатқанда қыздар бейканы кішкене созыңқырап, тартыңқырап отырып тіксеңіздер, кеуденің үстіңгі жағы жинақылау болып шығады. Сонда кеуденің үстіндей тіке болып, ашық секілді болмайды да, үсті жабықтау болып тұрады. Міне осындай болып. Жалпы біздің корсетіміздің жобасы толығымен дайын. Енді люверси қадайтын орындарды белгілеп аламыз. Мен екі шетінен 1,5 сантиметр қалдырдым. Әр люверсидің арасын 2 сантиметрден жасасаңыздар әдемі болып көрінеді. Қанша люверси қадалынатын есептеп алып барып жасаңыздар, екі жақ бетіне де 1 сантиметр қалатындай. Менде соны есептеген кезде ортада 5 люверси түсетін болды. Әр размерде, әркімнің модельді сызғанына қарай бұл орталар өзгере береді. Бірақ әр люверсидің арасы 2 сантиметр болса әдемі шығады қыздар. Және бауда да осылай белгілеп аламыз. Алдыңғы жағында да, артқы жағында да люверси қадалатын орындарда. Көкіректің үстіңгі жағында орта жақ бетіне қарай жасадым, себебі дәл ортасынан иық айналып артқа қарай кеткен кезде бауымыз иықтың үстінен түсіп қала беретін болмайды. Міне осылайынан. Енді люверси қадаймыз. Бұл қадау әдісін мен өзімнің парақшамда да көрсеткен болатын. Бұл жерде де біреуін көрсетіп кетейін. Егер сізде андай тесетін аппарат болмаса, осылай қайшының көмегімен ортасын домалақтап тесіп аласыз да. Міне осылай. Және оған люверсиді қоясыз. Ою жақ бетіне оң жақ бетін келтірдім. Люверсидің. Егер осылай люверси симай жатса, шамал үлкендеу етіп оямыз, өйткені біздің матамыз қатты. Ал егер жұмсақ белюрдан деген секілді жұмсақ матадан тігіп жатсаңыздар, онда үлкен етіп оймаңыздар. Ол кезде люверси ортасы ашық болып қалады, тартқан кезде шығып кете беретін болады. Сондықтан бірінші жасап жатқан болсаңыздар, жаман матаға жасап, проба жасап көріп, содан кейін барып негізгі матаға жасап көріңіздер. Міне пресс аппаратпен жасаған кезде осындай болып шықты. Енді қалғандардың барлығын осылай жасап аламыз. Баудың ұзындығын 35-40 сантиметр етіп жасадым. Сонда байланған кезінде де өте әдемі болып шықты.
мынандай бейкалардың жиектерін кішкене андай сетінегенін тоқтату үшін күйдіріп тастасаңыздар болады. Әркім өзінің қалағанынша әдемілеп, сәндеп байлай берсе болады. Артқы жақ беттерінде дәл осылай байлап шығамыз. Сонымен біздің корсетіміз толығымен дайын. Дайын үлгісі міне осындай болып шықты. Мынау алдыңғы жағы, ал мынау артқы жақ беті.